Қайырлы күн, бәріңізге сәлем. Бүгін мен каналымда сіздермен бірге тағы бір салаттың рецептімен бөлісетін боламын. Бұл салат 5 минуттық салат немесе 5 минутный салат деп аталады. Жасап көріңіздер, міндетті түрде. Ингредиенттер өте қолжетімді және өте тез дайындалады. Көп уақытты қажет етпейді. Сондықтан менің каналыма тіркеліп, толықтай видеоны көріңіздер. Бізге керек ингредиенттер сымақ, шұжық, қияр және жұмыртқа керек болады. Ең алдымен жұмыртқамызды біздер пісіруге отқа қойып қоямыз. Отта жұмыртқамыз пісіп жатқан уақытта осылай шұжықтарымызды соломка тәріздес етіп турап дайындап алатын боламыз. Сіздер қанша кісіге көлеміне қарай жасап қоссаңыздар болады. Менің алған шұжығым өзі жарты шұжық, оның жартысын турадым, өйткені өте көп болып кететін болғандықтан тек қана жартысын турадым. Одан кейінгі бізге қиярымызды соломка етіп осылай жанынан турауыңызға болады. Қандай жағдайда болғанда соломка тәріздес болып шығу керек. Осылай да турауға болады. Өзіңізге қандай бағыты ыңғайлы солай турап шықсаңыздар болады. Қиярларымызды осылай соломка етіп толықтай турап аламыз. Біздер қиярларымызды турап боламыз дегенше уже жұмыртқаларымыз да пісіп қалды. Жұмыртқамызды алып, оларды да осылай сопақша етіп турап шығамыз. Жұмыртқа көптік етпейді. Бір жағынан тойымды, бір жағынан жұмыртқа салатқа өте керемет дәм береді. Біздің салатқа қосатын қоспаларымыздың бәрі дайын. Енді оларды алып, ыдысымызға салып, кезекпен кезек қосып араластыратын боламыз. Бұл салаттың бір ерекшелігі, бұл салатқа ешқандай да бір тұз, приправа, бұрыш, ешқандай нәрсе қосудың қажет жоқ. Тек қана қосатын нәрсе ол біздің майонезіміз. Майонезімізді қосып, салатымызды толықтай араластырып шығатын боламыз. Араластыру барысында біздің салатқа қосылған картоп тәріздес сымақтарымыз қуырылған. Осы сымақтар пытырлап өте керемет бір дыбыс шығады. Бірақ салатты араластырғаннан кейін ол жібіп өте керемет жұмсақ болады. Міне қыздар, салаттарымыз дайын болды. Міндетті түрде жасап көріңіздер, өте дәмді салат. Қонақ келіп қалған жағдайда тез арада дайындалады. Сондықтан жасап көрулеріңізге кеңес беремін. Міндетті түрде жасаңыздар, өте дәмді және тойымды салат.